Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контентті қолдап, менің әр салған видеоларыма лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Бүгін өте пайдалы, дәмді шурпа тағамын дайындайтын боламын. Бұл тағам тек қана қайнатып қана жасағаннан кейін өте дәмді болып шығады. Ең алдымен кастрюлемізге етті жуып салып, қайнаған сайын бетіне шыққан көбігін осылай алып тастап отырамыз. Осылай 3-4 қайтара көбігін алып отырдым. Одан кейін лавр жапырағын салып қайнауға қойып қойдым. Енді көкөністерді турауға кірісеміз. Бізге қажет картоп, сәбіз, болгар бұрышы, сарымсақ және пияз. Барлығын осы видеода көрсетілгендей ірі етіп турап алдым. Және де тағы да 2-3 картоп турап қостым. Пиязды турап сорпаға салдым және 2-3 тісше сарымсақ салдым. Сорпамызға жаңағы ірі етіп турап алған сәбізді салып, етпен бірге қайнатуға қоямыз. Үстіне тұз және осындай шурпаға арналған приправасын қосамыз. Сорпамыздан етті алып, турап қайта саламыз және картоппен болгар бұрышын салып, бірге барлығын 35 минуттай қайнатамыз. Міне қарасаңыздар, түсі өте әдемі болып шықты. Біздің өте дәмді әрі құнарлы шурпа тағамымыз дайын болды. Бетіне укроп пен көк пияз турап септім. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, сіздерге ұнап жатса, маған кері байланыс білдіріп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп қоюды да ұмытпаңыздар.